Сәлем достар. Бүгін мен сізге осы құрақтың тігілу жолы, жиегін астан салу бәрі менің каналымда бар. Ол үшін каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, мені қолдап қойыңыздар. Мен құрағымның ұзындығы 2,27, ені 88 сантиметр болды. Мен оған 3 келді мақта салдым. Бірінші мен астарын сатин болмен тігіп алдым, бөлек өлчеп. Соған енді мақта салып, қай жерде мақталар аз, қолмен ұрып отырып ақырын сол жерге мақтады салып шығамыз, тегістеп. Өзі белгілі болады. Енді бұны жақсылап ораймыз. Аспауды қаттығып ораймыз. Екі шетін бүктеп, қаттығып. Стап тұрып, домалақтап отырып, оң жағын бетіне қарататын боламыз. Бары теріс жағын салдық. Жақсылап тұрып, өсті орап, ішіне салып аламыз. Мақта шығып кетпес үшін шетіне.